Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгінгі сабағымызды бастайық. Өткен сабақта біз натурал сандарды өткен болатынбыз. Бүгінгі тақырып координаталық сәуле. Натурал сандарды және нөл санын координаталық сәуледе кескіндеу тақырыбын қарастырамыз. Бұл жерде ең негізгі сөз ол қандай? Сәуле деген сөз бар. Сәуле деген сөзбен сіздер таныссыздар. Сәуле дегеніміз бір нүктеден басталып, шексіз созылатын түзуді айтамыз. Яғни бір жағынан шектелген, екінші жағы шексіз болатын түзуді біз сәуле деп айтатын боламыз. Енді координаталық сәуле қалай кескінделеді? Немесе координаталық сәулені қалай аламыз? Ол үшін біздің сәулеміз горизонталь, яғни көлденең сызылу керек. Және оң бағытқа бағытталу керек. Бұл жерде бағытталу деген сөзге мән береміз. Бағытталған кезде біз не қоямыз? Сәуленің ұшына бағыт қоямыз. Яғни қайда бағытталып баратқанын білдіреді. Және сәуленің бас нүктесін біз О деп белгілеп аламыз. Яғни біз әрқашан нүктені әріппен белгілеп аламыз. Оны сіздер жақсы білесіздер. Сосын өзіміз қандай да бір ұзындықта, яғни белгілі бір ұзындықта кесінді саламыз. Қандай ұзындықта болса да айырмашылығы жоқ. Яғни өзіміз бірлік өлшемдегі, бір өлшемдегі кесіндіні өзіміз таңдап аламыз. Мысалға, осы кесінді болсын, мына жерге келесі бір нүктені белгілейік. Оны мен А нүктесі деп алайын. Осы кесіндіні біз бірлік кесінді деп айтамыз. Яғни ұзындығын бірлік ретінде өзіміз таңдап аламыз. Мысалға, сіздердің дәптерлеріңізде бір торкөздің бір қабырғасын, егер сіздер бірлік кесінді деп алсаңыздар, онда тура сол кесіндіні ары қарай жалғастыра беруге болады. Немесе торкөздегі торкөздің қабырғасының ұзындығын бірлік кесінді деп алсаңыздар, онда әрбір екі торкөздің қабырғасын бірлік кесінді етіп жалғастырып кете береміз. Ары қарай кесінділік сәулені толықтырайық. Біз не істедік? Біз бірінші сәуленің бас нүктесін белгіледік. Сәуленің бағытын көрсеттік. Оң бағытта, яғни бізде горизонталь болу керек, көлденең. Сосын бірлік кесіндідегі өзіміз таңдап алдық. Кесіндінің ұзындығын әртүрлі етіп таңдай беруге болады. Ол бізде кесінділік сәуленің, координаталық сәуленің мағынасын өзгертпейді. Ары қарай біз бір кесінді салғандықтан белгіленген жерге бір деп натурал санды енгізіп қоямыз. Ары қарай келесі натурал санды енгізу үшін тура осы бірлік кесіндіні ары қарай жалғастырамыз. Яғни осы ұзындықты сақтай отырып, сәуленің бағыты бойынша келесі бірлік кесінділерді сала береміз. Мынау бізде екінші бірлік кесінді болғандықтан, оны біз 2 деп белгілеп аламыз. Және сәйкесінше кесіндінің ұшын Б әріпімен белгілеп аламыз. Тура сол сияқты келесі үшінші бірлік кесіндіні салатын болсақ, онда оны 3 деген натурал санмен белгілейміз. Және сәйкесінше оның нүктесін белгілеп аламыз. Дәл сол сияқты жалғастыра беретін болсақ, бізде 4-ші нүкте пайда болады. Яғни 4 деген натурал санның орны пайда болады. Және оны сәйкесінше келесі бір нүктемен белгілеп қоямыз. Ал сәуленің бас нүктесін, яғни сәуленің басы басталатын нүктені біз 0 деп белгілеп аламыз. Сонда 0 деген нүкте, ол координаталық сәуленің бас нүктесі, бас санағының басы деп қабылдаймыз. Бір бірлік кесіндіні біз 1 деген натурал сан арқылы кескіндедік. Екінші бірлік кесіндіні 2 деген натурал сан арқылы кескіндедік. Дәл солай неше бірлік кесінді аламыз, сол кесіндінің ұшына соған сәйкес натурал санның таңбасын қойып шығамыз, белгілеп шығамыз. Осы жер түсінікті болса, біз ары қарай натурал санды қалай жалғастырамыз? Мысалға 5 деген натурал санды белгілеу керек. Біз әрқашанда координаталық сәуленің басынан бастап санаймыз. Яғни 5 бірлік кесінді керек деген сөз. Мысалға мен 5 деген натурал санды табуым үшін 0-ден бастап 5 бірлік кесіндіні саламыз. Яғни 1 бірлік кесінді, 2 бірлік кесінді, 3 бірлік кесінді, 4 бірлік кесінді және 5-ші бірлік кесіндінің ұшында бізде 5 деген натурал сан
белгіленуі керек. Осы жерде сан мен әріптің қандай байланысы бар? Координаталық сәуледе әрбір әріптің тұсында тұрған сан осы әріптің координатасын білдіреді. Яғни координата деген сөз қай жерде орналасқанын білдіретін санды айтамыз. Сонда бізде Б нүктесіне 2 деген сан сәйкес кеп тұр, С нүктесіне 3 деген сан сәйкес кеп тұр. Демек, С-ның координатасы 3-ке тең деп айтамыз, Д нүктесінің координатасы 4-ке тең деп айтамыз. Оны қалай жазамыз? Яғни, нүктенің координатасы деген бұл жерде ұғым енгізіледі. Нүктенің координатасы. Нүктенің координатасы. 0 нүктесінің координатасы, яғни О нүктесінің координатасы деп айтайық, ол 0-ге тең. А нүктесінің координатасы, ол 1-ге тең. Яғни 1 А нүктесінің координатасы. Бұл нүктенің координатасының жазылуы осылай жазылады. Оқылуы А нүктесінің координатасы 1 деп оқысақ болады, немесе 1 натурал саны А нүктесінің координатасы деп те айту беруге болады. Сәйкесінше С нүктесінің координатасы 3-ке тең, Д нүктесінің координатасы 4-ке тең. Енді осыған біз бір мысал келтіріп, сол мысалды орындап көрейік. Мысал. Е координатасы 8. Нүктесін кескіндеу керек. Нүктесін координаталық сәуледе кескіндеп көрейік. Мен қысқартып жазайын шамалы. Координаталық сәуледе кескіндейік. Яғни нүктені сәуледе қалай кескіндейтініміз осы есеппен көрсетіледі. Кескіндеу жарайды. Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін бізге не керек? Ең бірінші бізге О деген нүкте керек. Яғни координаталардың бас нүктесі керек бізге. Шешуі. Координаталардың бас нүктесі керек. Яғни санақтың басы керек бізге. Және не істейміз? Оң бағытта сәуле жүргіземіз. Горизонталь. Соны ұмытпаймыз. Сіздерде сызғыш бар. Және тор көз бар. Сондықтан сіздерде түзу сәуле шығу керек. Менде кесайып кетті, ештеңе етпейді. Келесі. Осы сәуленің бойынан оң бағытта бағытталған. Біз бірлік кесінді таңдауымыз керек. Бізде 8 деген натурал санды кескіндеу үшін бізге мүмкін дегенше осы сәулеге, бағытталған сәулеге 8 натурал сан сию керек. Ол үшін біз бірлік кесіндіні шамалы кішкентай етіп аламыз. Мысалға, осы ұзындықтағы кесіндіні бірлік кесінді деп алайық. Яғни О, А, ол бізде бірлік кесінді. Мынау санақтың басы. 0-ден басталады әрқашанда. Келесі, осы санақ басынан бастап, яғни 0-ден бастап, біз бірлік кесіндіні таңдадық. Енді осы бірлік кесіндіні не істейміз? 8 деген натурал санын сәйкестендіру үшін 8 рет саламыз. Сонда осы ұзындықты өзгермейді. Және сәуленің бағыты бойынша қозғаламыз. ОА бірлік кесіндісін екінші рет саламыз, яғни мына жерге бізге 2 деген натурал сан кескінделді. Келесі, осы ОА кесіндісін 3-ші рет салатын болсақ, онда 3 деген натурал санға сәйкес келеді. Келесі, 4-ші рет кескіндейтін болсақ, сәулен бірлік кесіндіні, онда 4 деген натурал сан шығады. 5-ші рет бірлік кесіндіні салсақ, ұзындығы өзгеріп жатқан жоқ. 6-ші рет 6 деген натурал санға сәйкес келеді. 7-ші рет 7 деген натурал санға сәйкес келеді. Және 8-ші бірлік кесіндіні салғаннан кейін бізде 8 деген натурал санға сәйкес келеді. Сонда Е нүктесі координаталық сәуледе осылай кескінделді. Түсінікті ме, балалар? Бізге координаталық сәуледе есеп шығару үшін ең бірінші қажетті нәрсе сәуленің бас нүктесі, яғни О нүктесі.
Және сәулені әрқашанда оң бағытта, горизонталь бағытын көрсетеміз. Өйткені оң бағытта кетіп бара жатыр. Сәулені кескіндеп аламыз. Сосын кез келген ұзындықтағы кесіндіні таңдап аламыз. Оны біз бірлік кесінді деп аламыз. Себебі ол бір кесінді, ұзындығын бір деп аламыз. Мүмкін 1 миллиметр, мүмкін 1 сантиметр. Оны өздеріңіз білесіздер. Бірлік кесіндінің ұзындығын таңдау, балалар, ол бізге берілген санға байланысты. Мысалы, есеп шығарған кезде бізде үлкендеу сан берілсе, онда біз оны кескіндеу үшін мүмкіндігінше бірлік кесіндіні ұзындығын кішкентай етіп таңдап аламыз. Өйткені бізде сыймай қалуы мүмкін. Ал егер натурал сан бізде кішірек болса, яғни тор көзге сиятындай болса дәптерге, онда бірлік кесіндінің ұзындығын мүмкіндігінше үлкендеу етіп, көзге көрінетіндей ауқымдылау етіп алуға болады. Сонымен балалар түсіндік қой. Яғни бізге не керек? Ең бірінші координатаның басы керек, о нүктесі керек. Сосын бағытталған сәуле керек, оң бағытта горизонталь, және өзіміз таңдап алатын бірлік кесінді керек. Сол арқылы біз кез келген натурал санды координаталық сәуледе кескіндей аламыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.